достар, ерте мектепке алған заттарымызды көрсетеміз. Бірінші бізде түрлі түсті қаламдар. Иә. Бұл жерде екеу, біреу Алинаға, біреу Раянаға. Маған. Ал астындағы бұл жерде екі түрлі ручкадан 4 штук, қара қалам. Ал жерде екі түрлі бояғыштар да бар, өйткені бұлар кішкентай Алинаға, үлкені Раянаға. Маған Үлкен Раянаға, кішкентайы Алинаға. Ал мынау осы бояғыштың ыдысы. Мынау өшіргішіміз. Ал мынау клей, бумажный клей. Мына бізде балапан дәптерлер. Бұл дәптерлердің ішінде 3 штуктан болады екен. 3 штуктан нөлевойға барады. Бұл нөлевойға барады. Нөлевойға барғандықтан 3 дәптерден алдық. Бұның осы 3 дәптерінің өзі 4 мыңнан болды. Сонда жазуы математикасына 4 мыңнан 8 мыңнан алдық. Мынау жазу және есеп дәптері 5 штуктан. Еще қалам машина, иә. Мынау пластилина, қайшысы, картон түрлі түсті бумагасы, астында альбомы, түрлі түсті жұмсақ қағазы бар тағы. Бұл жерде тағы екеуден алдық, өйткені Алинаға аламыз. Алина алмасақ жылайды. Мынау Алинаға, мынау Раянаға. Мынау пластилиннің доскасы. Мынау біздің сызғышымыз. Мынау маған, иә? Дәптер қаптағыштар. Қазір мына дәптер қаптағыш шыққан екен. Бұл дәптер қаптағыш бірнеше дәптерге кетеді екен. Өздің қалған размерде кесіп, жабыстыруға болады екен, және қайтып алынады екен. Мұны әлі қолданып көрген жоқпыз. Енді жасаймыз. Мынау обычный дәптер қаптағыш. Бұдан да 4 алдық, иә? Пока что 4. Осылардың барлығына қанша кетті деп ойлайсыздар? Бұлар сіздерде қанша екенін білмеймін. Бірақ бізде осы барлығы 18 мың. Мына қайшымен қағамыз. Сосын оны әдемелеп не саламыз? Сендерге апайларың өздері үйретеді. Өздерің 40 деген нәрсені қырғасыңдар, жаз деген нәрсені жазасыңдар. Бұл балапан дәптерлер, нөлевойға барады бұл қыз. Бірінші сыныпқа емес. Сумкасын қазір көрсетеміз. Ал мына бізде сумкасы. Қасына су құятынмен бірге алдық, ыдысымен. Шөлдеген кезде сол жақта су ішетін болады. Су құйып беріп жіберем, то есть осы сумканы алдық. Бұл сумканы, то есть садикте қоштасу кешінде сыйға тартты бізде. Сумканы есептеген жоқпыз. Сумканы есептемегеннің өзінде осы заттардың барлығына 18.300 теңге кетті. Осымен обзорымыз бітті. Бұл мектеп алды дайындық. Әлі формамыз бар. Формамызды алып қойдық, дайындалып. Бұл ең кішкентай размерге еді. Сосын табуымыз өте қиын болды. Бірақ сонда таптық форма. Заттарымыз. Сіздер не алдыңыздар? Қанша кетті? Комментарийға қалдырып кетіңіздер.